Сәлем, құрметті көрермендерім, Асим каналына қош келдіңіздер. Менің есімім Асим. Бүгінгі түсірілімдерде сіздерге сливаны қалайшасын білмеймін, ренжімеңіздер. Сливаны терейін деп жатырмын, соны сіздерге көрсетейін деп жатырмын. Көбісі айтады, сливаны піспей қашан білеміз деп, сортына байланысты біріншісіне, екіншісіне обычно бүйтіп ыстап білуге болады. Сосын әрине дәміне бастап білуге болады. Мысалы, мыналарымызда піскен, осазыдан құрты жоқ. Ешқандай химикат қолданған жоқпын, сіздерге айтқан болатынмын. Бұл слива деген біз жыл сайын осы сливаны қайта-қайта кесіп тастаймыз. Басында ұнамай жүрді, білмеймін не екені. Сливасы құрт-құрт болып жүрді, қайта-қайта сол себептен ұнатпадық па, білмеймін, кесіп тастап жүрдік. Бірақ та осы кескен сайын қайта-қайта өсе беріп тұрды да, кесе берген сайын өсе береді, кесе берген сайын өсе береді. Сосын биыл қалдырдық. Былтыр құрт-құрт болып, биыл шыға салысымен диктарны сіздерге бір көрсеткен болатынмын. Диктарны не бар ғой, сабын. Сонымен мен шашып сөйтіп шыққан болатынмын. Соның арқасы ма, білмеймін, әйтеуір қарап тұрсаңыздар, міне кейбіреулерінде шамалы бар, бірақ мүмкіндігінше міне қарап тұрсаңыздар, дым құрты жоқ және өте дәмді. Бұл кішкене осылай көзде пісетін слива. Яғни бұл кішкене тұрған сайын өте күшті болады. Сол салып кеше алмұртты жинай алмадым. Бүгін слива жинап жатырмын. Себебі уже күн суытып кетті, кәдімгідей далада уже пісіп болды, қақ қылмайды. Сол себебінен осылай жинап алып үйге қараңғы бөлмеге салып қойдым. Бүгін нешесі так? Бүгін 16 тамыз. Күн деген уже неше күннен бері күн суытып кетті. Тіпті әбден осы тұрғаны кәдімгідей тоңып тұрмын. Сливаларға енді күн болмағасы уже піспейді. Яғни күнде уже жаңбыр жауғысы келіп тұр, міне. Химикат жыл сайын алатар деген не бар. Біреуіңіз білсеңіздер, біреуіңіз білмейтін шығарсыздар. Алатар деген бар, сондай кейбіреулер бар. Кішкентай бір ондай көп емес, дымды айтпайды. Алатар деген жаңағыдай химикат бар. Сонымен көбінесе жылда істейтін едік. Онда бір дозырмен шашпаса, дозыдан көп болса, жаңағыдай не істейді, құрт жіберуі мүмкін, сол себепті сол шашатын едік. Құрт түсе бергендіктен ажақтарын қараңыздар, өте көп. Дәл өзінің міне шығып жатқандай және бір артрозды өсіп жатыр. Сонда қалдырамыз ба деп ойлап отырмын. Себебі бұл тез өседі, бұл сливаның көшеті бір несі өте мықты, тез өскенде енді мықты тез өседі. Уже тек міне қасында тұр, дәл біреуі міне жасы. Уже жеміс беріп басталады. Енді мен бұны не істеймін? Әлі жемісін жинап болғаннан кейін астарын көріп тұрсыздар ғой, астарын барлығы өсіп кеткен. Осылардың бәрін асын алып тастап, асын тап-таза алып қалдырам. Себебі ар жағында ежі малина өсіп жатыр, соған күн түсу мақсатында бұны алып тастаймын. Яғни ежі малина, ежевика деп берді маған, ежевика емес, ол ежі малина болып шықты. Сол себепті мені ол мына жерге еккен болатыны біріншісінде, оны алып мен көктемде ар жаққа еккенмін. Ол жерден ексенде бір жақ жері уже жемісін беріп жатыр. Ондай көп емес, бірақ сондықтан қарап тұрсаңыздар, мен сіздерге көрсетейін, тамырлары қалып қойып, мен мына жерден де толып шығып тұр. Енді бұны қозғамаймын, сіздерге көрсетейін. Қаптап шығып кетті, тамырдың өзінен шығып кетіп тұр. Сол себепті оны қозғамай, мен көбейтемін деп мақсатта не істеп жатырмын. Бұйырса тағы бір жерден алма талдарын тапсырыс берген болатынмын. Сіздерге бұйырса келген кезде көрсетіп бірге егетін боламын. Былтыр күзде мен жаңағыдай жүзім алған болатынмын. Ол жүзімді менен қате болды, себебі мен дұрыс еккен жоқпын. Еккенде суармай қалдым да, суара беріп, жемістен жапырағын шығарып сөйткен болатынмын. Сол себепті биыл тағы тапсырыс бердім ерінбей. Сол сіздерге бірге көрсетіп, жердің қалай егіп көрсететін боламын жерге. Ендігі кезекте міне сливаны қараңыздар. Бұл слива жаңағыда вареньяға, білмеймін, енді варенья біз істеген жоқ, істеп көру керек. Көбінесе компотқа істеймін, себебі қып-қызыл болған кезде компот өте жақсы көреді. Міне қараңыздар. Өнімі өте керемет, неше жылдан бері қасқа биыл мүмкіндік беріп едік, осылай рахметін айтып жатыр. Сол кеспегенге, бірақ енді асыл қанша дегенмен кесу керек. Өте тікенек және де
асын түсіп жатқандары қаншама, уже піскендері бір несі жаман жері асты қарай әбден піскен кезде босап пісіп қалады ғой, сол кезде жерге түседі, су жері жаман. Сол себептен бір жағынан жинап алып жатырмын. Жапырағы кішкене болса да міне сәл ауырайын деген, бірақ бұйыртса енді асын ақтап кесіп күтім келесі неге жаңағы көңді салып, алла бұйыртса келесі жылға аман болайық. Келесі жылға әбден піскен жұмсақ. Соған келесі жылға міндетті түрде күзде дайындауымыз керек. Уже покой демалу керек та, уже өнім бергесін. Мыналардың бәріне олар қазір бойында тұрғасын. Қанша дегенмен сливамыз ауырып шашып тұр да, мыналардың бәрін пісіруім керек, жаңағыдай не істеуім керек деп ойлайды, ол гүлдеуім керек деп бір ойлайды, одан кейін пісіруім керек деп бір ойлайды, шығаруым керек деп бір ойлайды. Сол себепті бір мезгілде бұларды адам сияқты бір мезгілде демалу керек. Сол себепті де мен асын бәрін тазартып, жаңағыдай сүт жақтарына білмеймін, енді бойым жете ма жетпей ма. Бұның бойы где-то бір 3 метр 4 метрге дейін баратын сияқты. Бұрын еккен болатын, жыл сайын кесеміз, малға береміз, сол құрт болатын боласын. Білмеймін, көрдіңіздер ма, міне қарап тұрсаңыздар, диктарныйдың қанша деймін көмегі бар екен. Жыл сайын, зато пайдалы, зиян емес. Диктарны қанша деймін көріп тұрсыздар ғой. Міне там құрты жоқ. Яғни алатардан қанша деймін, кейде мысалы жылмай жеп қаламыз, содан қорқамыз да. Анадан қорқпай-ақ қойды ғой. Өте жаңағыдай несі жоқ, міне әбден піскендері бар. Солай түсірілімдерім ұнаса, қазір түсірілімді көп түсіруге қолым тимей жатыр, үстінен сақтауы бар, жаңағыдай салуы бар, тұздауы бар деген сияқты қолым тимей үлгермей жатыр. Сол себеп сіздерге бір жағынан кешірім алмұрт тердім, қияр теріп, қияр жауып жатырмын, қызанақтар үстінен гүлдеп жатырмын. Күн салқында деген қызанақтар деген уже ауырыңқырап жайлап бастап жатыр, соларды не істеп жатырмын. Сол себептен осылай түсіріп үлгермей жатырмын. Енді ұнап жатса нелеріңізді басыңыздар, лайктарыңызды басыңыздар, дизлайктарыңызды басыңыздар. Бұйырса алдағы уақытта түсірімдер көп болады. Ойымда заттар өте көп түсіру мақсатында сіздерге. Солай қоңырау жайын басуды ұмытпаңыздар. Себебі жаңа видеоны шығып отқан сол арқылы сіздер көріп отырасыздар. Бірінші қарап, бірінші комментарий жазсаңыздар, соларға барынша мен жауап беруге тырысамын. Себебі барлығына жауап беру мүмкін емес. Себебі барлығына жауап берсе, канал жаңағыдай блокқа тастап тастайды. Сол себепті де мен барынша ең басында жазған адамдарға сұрақтарына жауап беруге тырысамын. Солай, сау болыңыздар. Тапсырысты бұйыртса өзімнен ВК контакт желісінде айтатын боламын, тапсырыстарды қабылдайтын боламын. Сау болыңыздар.